Өзімнің мына жолыма, өмірдегі жолыма, еңбегімнің ел алдында, халық алдында бағалануына ризамын. Ең бастысы еліміз аман болсын, заман тыныш болсын, бала-шаға аман-есен өсіп жетіле берсін, азаматтардың еңсесі басылмасын, қазақ халқының саны көбейе берсін, 20 миллионға кейінгі балалардың тұсында 50 миллионға жетсін. Өзінің тарихтағы ежелгі баяғы Шыңғысхан заманынан бергі, Алтын Орда заманынан бергі өзінің тарихи орнын алып, кейінгі ұрпағымыздың кеудесі жоғары болсын. Басқа тілек жоқ.